Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 27 мамырға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Ешқандай қиыншылықтар күтілмейді. Бос уақытты әртараптандыруға тырысыңыз және өміріңізді ашық түстермен толтырыңыз. Дене белсенділігі пайдалы болады. Егер сіздің сүйіктіңіз бастамашылық жасай бастаса, оған осы мүмкіндікті тыныш беріңіз. Бұл күні сізге әріптестеріңізбен, достарыңызбен, туыстарыңызбен немесе таныстарыңызбен көп сөйлесуге тура келеді. Бірақ бұл қарым-қатынас жағымды болады. Сізді тітіркендіретін немесе қиын болып көрінетін нәрселерді кейінге қалдырған жөн. Денсаулығыңызға мұқият назар аударыңыз. Жұмыста барлығы тұрақты. Үйде достық атмосфераны сақтау үшін жақын адамдарыңызға көбірек уақыт пен көңіл бөлу керек. Кешке сіздің басыңызды тыныштандыратын және күн ішінде жұмсалған ресурстарды қалпына келтіруге көмектесетін іс-әрекетті табуға тырысыңыз. Жұмыста шамадан тыс белсенді болмаңыз. Қосымша жүктеме қаупі бар. Бірақ жаңа жауапкершілікті төлеу кезінде сұрақтар туындауы мүмкін. Жақындарыңызбен қарым-қатынаста даналық пен шыдамдылық танытыңыз. Ең бастысы, сын айтудан аулақ болыңыз. Мемлекеттік органдардың өкілдерімен сөйлесу үшін ең жақсы уақыт емес. Ақша мәселесінде де бәрі тегіс жақсы болмайды. Пайдалудың кешігу ықтималдылығы жоғары. Сонымен қатар шығындар болуы мүмкін. Күн сауда, сот ісі, көшіп келу немесе сапарға жақсы. Өзіңізді бос уақытыңызға арнаңыз, жақсы ұйықтаңыз және демалыңыз. Созылмалы аурулар өршуі мүмкін. Осы уақытта күштер мен энергия тез төмендейді. Нәтижесінде жаңа бизнесті бастамау, қазіргі бизнесті басқару ұсынылады. Демалып алуға оңтайлы уақыт. Ішкі қайшылықтарды жеңуге қолайлы кезең. Сіз өзіңіздің тілектеріңіз бен мақсаттарыңызды шынайы жарықтан көре аласыз. Алға ұмтылуға кедергі болатын көптен бері келе жатқан қорқыныш пен сандырақтан бас тартасыз. Іскери келіссөздер сәтті өтуі керек. Іс бастауға, келіссөздер жүргізуге, достық қарым-қатынас жасауға жақсы күн. Айналаңыздағы адамдар сізге көмектесуге қуанышты болады. Сүйіктіңізді жағымды тосын сыйлармен таңдандырыңыз. Сыйлықтар жасаңыз, көңіл көтеріңіз. Мұның бәрі қарым-қатынасты нығайтуға көмектеседі. Көптеген жоспарларыңызды жүзеге асыра аласыз. Табысқа тек кәсіби істерде ғана емес, жаңа қатынастарда да жетесіз. Сүйіктіңізге оны бақытты ететін нәрсе жасаңыз. Экстремалды спорт түрлеріне жақсы уақыт. Қазір ақпаратпен жұмыс жасаудың, іскерлік келіссөздер жасаудың, саяхаттар мен қысқа сапарлардың дұрыс уақыты. Жаңа іс бастауға, келіссөздер жүргізуге болады. Бұл жаңа таныстар, романтикалық күндер, сүйіспеншілік үшін жақсы кезең. Көлік жүргізу кезінде әсіресе қараңғыда абай болыңыз. Осы мерзім ішінде сіз ұзақ уақыт бойы қабылдағыңыз келмеген істерді қысқаша сипаттай аласыз. Егер біреу кеңес немесе көмек сұраса, ол адамға қызмет көрсетуден бас тартпаңыз. Егер бұл әрине сіздің құзырыңызда болса, ауыр қаржылық шығындардан аулақ болыңыз. Несие алып, несие бермеуіңіз керек. Мамырдың 27-сіне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».